Ибн Уббад ас-Сайрафи әл-Бағдади былай дейді: түнде ұйықтап жатып мен мынандай түс көрдім. Түсімде маған: ей Ибн Уббад, қиналған жанға барып көмектес дейді. Мен оны қайдан табамын дегенімде: атыңа мін де оның тоқтаған жерінен сол әлгі қиналған жанды табасың деді. Мен ұйқымнан оянып кеттім де әлгі кісіні табу үшін атыма міндім. Ирактың көшелерін аралап жүріп, кенеттен бір мешіттің жанынан өтіп бара жатқанымда атым тоқтады. Атымнан түсіп мешітке кірдім. Мешіттің ішінде қыблаға жүзін қаратып, Аллаға жалбарынып дұға етіп жатқан бір кісіні көрдім. Оның жанына барып сәлем беріп, қандай жағдайға тап болғандығын сұрадым. Сонда әлгі кісі: менің бала-шағам көп. Олар осы түні жейтін еш нәрсесі болмағандықтан мешітке келдім де Аллаға жалбарынып дұға еттім дейді. Сол кезде Ибн Уббад оған 100 динарды берді де: менің есімім Ибн Уббад ас-Сайрафи. Ендеше кез келген уақытта менен қажетіңді сұрасаң болады дейді. Сонда әлгі кісінің берген жауабы: Субханалла, сені ұйқыңнан оятып, түннің бір бөлігінде менің алдыма алып келген Алланы тастап, одан басқасына жүгінем бе дейді. Сол жерде екеуі қоштасып, үйлеріне қайта оралады. Дұға ол құлшылықтың бастысы, әрі маңыздысы. Өткені адамның үміті үзілген кезде шынайы ықыласпен ол Аллаға құлшылық етеді, әрі ол өзінің пенделік бейнесінің көрінісін көрсетеді. Алла Тағала Құран кәрімде: «Уқала раббукум уддууни астажиб лакум». Раббыларың маған жалбарыныңдар, тілектеріңді қабыл етемін деді. Сондықтан да қандай жағдайға тап болсақ та Алладан жалбарынып дұға етіп сұрайық. Қазақ атам Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады дегендей, шынайы тілесек Алланың қазынасы кең екенін ұмытпайық. Ассаламу алейкум рахматулла. Ассаламу алейкум рахматулла. Астағфирулла. Я Алла, елімді, жерімді, жұртымды даудан жаудан сақтағайсың. Қазағымды ынтымақ берекесінен, бірлігінен айыра көрме. Аллаху акбар.